редакциямен. Тиктокта отырып енді біраз дүние айттыңыз, оны бүкіл халық көрді, бүкіл Қазақстан бойынша қарады сіздің прямой эфирларыңызды, иә. Осы шындықты неге сен эфирде отырған кезде айтпайсың, шыншыл болсаң деген комментарийлерді мен мыңғырығында оқыдым. Оған не деп жауап бересіз? Сіз қанша уақыт отырдыңыз эфирде? Так, февральның басында келген. 2-3 ай отырдыңыз, иә? 2,5 ай. 2 ай ғой, таза 2 ай. Енді ол сұраққа қалай жауап беремін? Ол сұраққа элементарно қиында сұрақ емес қой, ол қарап отырсаң. Шыншыл болсаң, маған ол да оны да оқып жатырмын мен, оны да халық жазып жатыр маған. Шыншыл болсаң сол жерді айтпадың ба деп. Оны кім айтқызып қойды маған? Айтшы маған, кім айтқызып қойды? Ойбай, отырда ол болсын шыныңды айт дей ма? Ол алады маған шынымды айтқыздырмайды ғой, олар алады рекламасын бере салады мысалы. Айтқыздырмайды ғой оны. Эфирден шығып кетіп, прямой эфирге кіріп, осынша нәрсені айтуға не түрткі болды сізге? Сол жағын айтсаңыз. Не түрткі? Енді маған жаңағы соңғы эфирде мені жаңағы үміткер, енді халықта көріп отыр ғой, Ұлбосын ханым, біз сізді жаңағы үміткер келмеді сізге, тағы не деді Құдай әдемелеп айтты ғой енді. Үміткер келмеді, былай да іздедік, болмады деп тегі. Жаңа енді жарайды болды, үміткер келмепті, олар іздепті ғой. Мен айтам, іздесе деймін да. Өздері айтады ғой, біздің бағдарлама шынайы деп, шынайы жаңағы қолынан келмейтін жоқ Қосылайықтың дейді, елге жар салып айтады соны. Қосылайықтың қолынан келмейтін ісі жоқ деп. Ал сол кезде маған бір үміткер таппай қалды ма? Былай да іздедік деп айтты Диана ханым. Сол кезде бір үміткер табылмай қалды ма не маған? Сіздің нақты ренішіңіз сізді шығарып жүргендегі ма сонда? Әрине маған айтпай. Жарайды, маған бір ауыз айтса болатын еді, ол болсын тәте, ренжімесеңіз, сіз үстіп жаңағы, сіз бізге ренжімеңіз, біз сізге ренжімейміз. Осылай халықпен әдемі қоштасып кетсеңіз десем, мен жарайды деймін ғой, мен Қосылайықсызда өмір сүріп келгем, Қосылайықсызда өмір сүре аламын, дұрыс па? Қосылайыққа қарап отқан күнім жоқ мысалы. Сөйтсе, мен халыққа әдемелеп кететін едім ғой, мысалы, мені өйтіп төмен түсіріп, үміткер келмеді сізге, былай да іздедік деп айтпай-ақ. Сол күні сізге ескерткен жоқ? Ескерткен жоқ маған. Вообще білмеймін да. Айтып отырмын ғой, бір шок болдым өзімде. Соған ренжідіңіз? Әрине, любой адам ренжиді, менің орнымда болса. Любой адам ренжиді. Сол қатысушылардың арасындағы ең үлкені менмін ғой, мысалы. Ойбай, халыққа жар салып айтады ғой, біз бұл кісіні сыйладық, бұл кісіні біз құрметтедік, бұл кісіні сөйттік деп. Құрмет деген ол жерде сыйлаған бір адам болған жоқ. Өйтіп өтірік айтпай-ақ қойсын. Неге? Бір адам болған жоқ ол жерде. Құрмет деп сыйлайтын мысалы. Әркім өз басын ойлайтын адам ол жерде. Әркім өзінің басын ойлайтын адамдар. Мен ойлаған жоқ ол жерде ешкім. Дианаң да ойлаған жоқ, қатысушылар да ойлаған жоқ. Егер шынайы бағдарлама болса, неге мені үйлендіріп жібермеді? Маған неге мені жаңа үміткер тауып, жаңа мені өстіп үйлендіріп, жайландырып жібермеді ма? Енді негізі үйлендіру үшін о жақта бір 2,5 ай отыру негізі аз. Әрине аз. Одан көбірек отырсаңыз мүмкін үйленер ме едіңіз деген сияқты. Әрине. Нақты мынандай сұрағым бар. Сол сіздің прямой эфирге отырып, ызаланып, біздің Қосылайық жамандап attыңыз ғой, енді Қосылайықты жалпы эфирде. Сол жерде комментарийлардың арасында оқып қалдым да, Ұлбосын ханым мас па, мас күйінде отыр ма деген сияқты. Сіз негізі өзіңіз ішімдікке жақынсыз ба? Редакциямен.